Сәлеметсіздер ме, достарым? Сіздермен бірге мен Сана. Бүгінгі тақырыпқа көшпес бұрын, егер бұл ойлар сізге пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен пікіріңіз біздің каналымыздың дамуы үшін өте маңызды. Ал енді жаныңа тыныштық сыйлайтын әңгімемізді бастайық. Жақсы көңіл-күй мінез емес, ол күнделікті әдет. Адамдар көбіне позитивті болуды үнемі жарқылдап күліп жүру деп ойлайды. Оны туа біткен мінез сияқты көреді, не сенде ол бар, не жоқ. Бірақ мен бұған сенбеймін. Мен таңғалатын позитивті адамдардың көбі табиғатынан көңілді емес. Олар көп нәрсені бастан өткерген. Олардың да қиын күндері, көңіл қалулары, күмәнді түндері болды. Оларды басқалардан ерекшелейтін нәрсе олардың не сезінетін емес, не таңдайтыны. Олар үмітке қайта оралуды таңдайды. Олар қайтадан әрекет етуді таңдайды. Және олар мұны ешкімнің байқауын күтпестен үнсіз істейді. Позитивтілік бұл жаттығу мен дағды. Көбінесе біз бақытты сыртқы жағдайлардан күтеміз, жалақының өсуі, жаңа үй немесе біреудің бізге айтқан жылы сөзі. Бірақ шынайы позитивтілік бұл өз ішкі күйің үшін жауапкершілік алу. Бұл менің бүгінгі күнім қандай болатынын ешкімге, немесе ештеңеге шешуге жол бермеймін деген ішкі серт. Күн бұлтты болса да, айналаңдағы адамдар қабағын шытып жүрсе де, сіз өз ішіңіздегі күнді жағуды үйренесіз. Бұл қиын, бірақ бұл еркіндік. Позитивті адам ешқашан қателеспейтін адам емес, ол қателіктен кейін тез ес жинайтын адам. Сәтсіздікті соңы деп емес, тәжірибе деп қабылдау үлкен өнер. Егер бір нәрсе іске аспаса, бұл сіздің жаман екеніңізді білдірмейді. Бұл жай ғана сол жолдың жабық екенін, және басқа есікті іздеу керек екенін көрсетеді. Әрбір құлау жерден бір пайдалы нәрсені тауып алып, қайта тұруға мүмкіндік. Позитивті болу бәрі жақсы деп өтірік айту емес. Бұл тіпті қазір бәрі қиын болса да, жақсы болатынына сену. Бұл қуанышты күштеп шақыру емес, бұл санаңда жарық түсетін кішкене терезе ашып қою. Кейде ол жарық сырттан келмейді, ол сіздің өзіңізден, ол сіздің сабырыңыздан, және өз-өзіңізбен сөйлесу мәнеріңізден туады. Көбіміз оянғанда тағы да ұйқым қанбады-ау, немесе бүгін ештеңе істегім келмейді деп ойлаймыз. Бірақ алғашқы ойың бүкіл күннің сарынын анықтайды. Менің кереуетімнің жанында жақсыдан баста деген жазуы бар стикер тұратын. Оянған сәтте әлі телефонға жармаспай тұрып, бір сәт тыныштық сақтау, бұл бүкіл күніңе жарық беретін бағдаршам сияқты. Позитивтілік көбіне сыпайылықпен шатастырылады. Бірақ нағыз ішкі тепе-теңдік шекара қоя білуден басталады. Егер сіз өзгелердің көңілі үшін өз уақытыңызды, ұйқыңызды немесе жүйкеңізді құрбан етсеңіз, ішіңіздегі жарық тез сөнеді. Өзіңізді шаршататын токсинді ортадан алыстау, пайдасыз дау-дамайдан бас тарту, бұл тәкаппарлық емес, бұл ішкі үйіңізді таза ұстау. Сіздің энергияңыз шектеулі, оны кімге және неге жұмсайтыныңызды таңдау ең үлкен еркіндік. Позитивті болу барлық нәрсеге қол жетімді болу деген сөз емес. Жүрегім жоқ деп тұрғанда басқаларға ұнау үшін иә деу сізді іштей тауысады. Өз энергияңызды қорғау бұл эгоизм емес, бұл даналық. Сізді шаршататын әңгімелерден, энергияңызды соратын әдеттерден бас тартуға толық құқығыңыз бар. Өзіңіздің энергияңызды бақша сияқты күтіп, оны тек ол сізге тыныштық сыйлайтын нәрселерге жұмсаңыз. Біз ақпарат пен шуға толы әлемде өмір сүреміз. Позитивтілікті сақтаудың тағы бір құпиясы үнсіздікті сүю. Күніне кем дегенде 15 минут гаджетсіз, музыкасыз, тек өзіңізбен өзіңіз қалыңыз. Өз ойларыңызды тыңдаңыз. Олар қай бағытқа ағып барады? Егер ішіңізде дауыл болса, оны басудың жалғыз жолы сыртқы шуды өшіріп, ішкі тыныштыққа үңілу. Позитивтілік бұл гигиена сияқты. Егер сіз үнемі біреуді сынайтын,
шағымданатын адамдардың ортасында болсаңыз, сіздің де ішкі бақшаңызға арам шөптер қаптай бастайды. Сізге қанат бітіретін, қиналғанда иығын беретін, жақсылығыңызға шын қуанатын адамдарды іздеңіз. Ал егер ондай адамдар әзірге жоқ болса, онда өзіңіз біреуге сондай адам болыңыз. Біз ертең бақытты боламын, демалысқа шыққанда демаламын деп өмір сүреміз. Бірақ өмір тек қазір. Бүгінгі ішкен шайыңның дәмі, терезеден көрінген аспанның түсі, жаныңдағы адамның күлкісі, нағыз өмір осы. Позитивтілік дегеніміз болашақтағы үлкен бақытты күту емес, бүгінгі кішкентай қуаныштарды жіберіп алмау. Осы бақшаны өсіруге көмектесетін ең үлкен күш алғыс, шүкірлік. Алғыс айту бұл үлкен тізім жазу емес, бұл айналаңдағы бәрі ретсіз болып жатса да, бір жақсы нәрсені байқап, соған тоқтау. Таңертеңгі кофенің иісі, жапырақтарға түскен күн сәулесі үшін іштей рахмет деу, бұл ол сіздің үнсіз супер күшіңіз. Есіңізде болсын, сіздің ішіңізде ешкім өшіре алмайтын жарық бар. Ол жарық сіздің өмірге деген сүйіспеншілігіңіз, сіздің ерік жігеріңіз. Бүгін кеш батқанда өткен күнге ризашылықпен қараңыз. Кемшіліктеріңіз үшін өзіңізді кешіріңіз. Ертең жаңа мүмкіндік, жаңа парақ. Кейде біз басқаларға кешіріммен қарап, олардың қателігін түсінуге тырысамыз, бірақ өзімізге келгенде тым қаталмыз. Бірақ позитивтіліктің тағы бір құпиясы, өзіме мейірімді болу, сіздің миыңыз, бұл сіздің үйіңіз. Сіз өз үйіңізде сізге айқайлай беретін, сізге үнемі сынайтын адаммен тұрғыңыз келер ме еді? Әрине, жоқ. Өзіңізге, мен қателестім, бірақ мен әлі де жақсы адаммын. Мен үйреніп жатырмын деп айтуды әдетке айналдырыңыз. Өзіңізді тығырыққа тірелгендей сезінгенде айналаңызға қараңыз. Мүмкін біреуге дәл қазір сіздің жылы сөзіңіз немесе кішкене көмегіңіз қажет болар. Таңқаларлық жайт, біз басқаға қуаныш сыйлағанда өзіміздің ішіміздегі мұң сейіле бастайды. Біреуге жол беру, ауыр сөмкесін көтерсу, немесе жай ғана шын жүректен рахмет деу, бұл сіздің позитивтілік бұлшық етіңізді шынықтырады. Жақсылық жасау арқылы біз әлемнің соншалықты қатал емес екеніне алдымен өзімізді сендіреміз. Біздің бақытсыздығымыздың басым бөлігі өз өміріміздің сахна сыртын басқалардың жылтырақ кадрлармен салыстырудан туады. Әркімнің өз уақыты, өз соқпағы бар. Біреу 20 жасында жетістікке жетсе, біреу 50 жасында өз бақытын табады. Позитивті болу – бұл өз қарқыныңды қабылдау. Сіз ешкіммен жарысып жатқан жоқсыз. Сіздің басты мақсатыңыз кешегі өзіңізден бір қадам болса да ілгері болу. Өз жетістіктеріңізді, тіпті олар өте кішкентай болса да тойлай біліңіз. Біз үнемі үлкен жетістіктерді күтеміз, бірақ өмір кішкентай сәттерден құралады. Егер сіз бүгін көңіл күйіңіз жоқ болса да орныңыздан тұрсаңыз, бұл жеңіс. Бір жаңа сөз үйренсеңіз, бұл алға жылжу. Біреуге ашуланбай, іштей тыныштық сақтасаңыз, бұл үлкен жетістік. Өмір бізге қиындықтарды бізді сындыру үшін емес, біздің ішіміздегі жасырын күшті ояту үшін береді. Ең әдемі гауһар тастар жоғары қысым астында түзіледі. Егер қазір жолыңызда үлкен кедергі тұрса, демек, сіз жаңа деңгейге өсуге дайынсыз. Бұл неге бұл менің басыма келді деп емес, бұл маған не үйретеді деп сұрайтын сәт. Позитивті адам тағдырдың соққысына күлімсіреп қарайтын адам емес, сол соққыдан сабақ алып нық тұратын адам. Жақсылық жасау үшін міндетті түрде жақсы сезіну керек емес. Кейде көңіл күйіңіз мүлдем болмауы мүмкін. Бірақ бірдеңе істеу үшін керемет шабыт күтудің қажеті жоқ. Сіздің іс-әрекетіңіздің эмоцияларына сәйкес келуі міндетті емес. Мұңайып тұрсаңызда да мейірімді сөйлей аласыз. Шаршап тұрсаңызда да біреуге көмектесе аласыз. Бұл жасандылық емес, бұл күштілік. Сіз гүл сияқтысыз. Гүл күн сайын ашылмайды, оның да демалатын, тамыр жаятын, су күтетін уақыты болады.
Егер бүгін сіздің гүлдейтін күніңіз болмаса, бұл сіздің өсуіңіз тоқтат деген сөз емес. Сіз жай ғана күш жинап жатырсыз. Сіз бүгін осында отырып, осы сөздерді тыңдағаныңның өзі сіздің өсіп жатқаныңның белгісі. Позитивтілік бұл үнемі күліп жүру емес, бұл үмітке қайта-қайта оралу. Сіз өзіңіз ойлағаннан да мықтысыз және сіздің әрбір кішкентай қадамыңыз маңызды. Бұл жол тегіс болмайды. Кейде сіз бәрін тастап мұңайғыңыз келеді. Оған да рұқсат беріңіз. Позитивтілік бұл робот болу емес, бұл адам болу. Адам ретінде құлау, жылау, бірақ соңында бәрібір жарыққа қарай ұмтылу. Сіздің жүрегіңіздегі үміт оты әлемдегі ең үлкен күш. Оны сөндіріп алмаңыз. Ал сізді бүгінгі күніңізде сәл де болса жарқын еткен не нәрсе? Комментарийге жаза кетіңіз, мен әрқайсысын оқып шығамын. Егер бұл ойлар сізге ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше өзіңізге мейірімді болыңыз.